Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге етті рулетті жасайтын боламыз. Ең әуелі жұмыртқамызға дәміне қарай тұз салып, ағарғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Содан соң жұмыртқамыздың үстінен үккіштен өткізілген сырымызды және де майонез, ұнымызды барлығын салып, біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек қана бір-бірімен біріккенше ғана. Осымен біздің қамырымыз дайын. Дайын болған қамырымызды сапалы пергамент бумаганың үстіне құямыз. Менде поклан. Егер сіздерде сапалы болмаса, майлаңыздар. Әйтпесе рулетіміз жабысып қалады. 180 градусқа 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына тартылған етіміз майсыз болу керек, және де майдалап туралған пиязымызды және де жұмыртқамызды дәміне қарай тұз бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң суып тұрған рулетіміздің үстіне барлығын біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Өте жұқа етіп, барлық жерге бірдей жететіндей етіп жайып шығыңыздар. Рулетіміз міндетті түрде салқын суыған болу керек. Енді рулетімізді барлығын жақсылап қысып жинайтын боламыз. Әйтпесе біздің рулетіміз ашылып кетуі мүмкін. Рулетімізді жинап, тағда 180 градусқа 30 минутқа ішіндегі етіміз піскенше духовкаға жіберетін боламыз. Осымен рулетіміз дайын. Рулет піскен соң бірден ыстық күйінде кеспеңіздер, оны холодильникке салып, кемінде 1-2 сағаттан соң барып кессеңіздер болады. Мерекелік дастархандарға өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған ләззат. Егер сіздер видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.